Assalamu alaikum салмандар. Biz endi kebab, ya'ni şaşlik dayındaytын mangал жасаганыбыз келип отур иншалла. Алдын ала бизге керектүү размерлерди өлчөп сызып алдык. Endi согон кыскача түшүнүк. Мангалдын бийиктиги 20 сантиметр және де пол. Мангалдын астыңкы бөлүгү 35 сантиметр және де байкасаңыздар мына эки кабыргасы эки жакка майысып жыйналады және де мына бир шетиндеги кичинекей кабыргасы бул да болгаркамен сызып койгон жерибизди из салуу аркылуу кайырып бири-бирине косамыз иншалла. Ар жагын бөлөкчө кесип дайындайбыз. Узундугу 80 сантиметр және де айтып өткөндөй кабыргалары 20 сантиметрден. Мангалга керектүү листти ордунан кесип алдык және де байкасаңыздар керек эмес кабыргаларын кесип алып тастадык және де мына бөлүктерин кескен жокпуз. Тек кана болгаркамен сызып койгон жерибизди оюп батырып кестик. Енді осыны кайырып кабыргаларын бири-бирине жыйнайбыз. Ар жак шетине бөлөкчө кабырга кесип дайындайбыз. Мангалдын жашыгын курастырып койдук. Ушундай түрү бар. Ичтеринен 5-6 сантиметр болатындай прихваттап шыктык. Енді астына 4 аягын коябыз және де ұстагычтарын тенекелейбиз. Мангалымыздын шомполо туратын тұстарын шамалы кестик. 5-6 мм болатындай тереңдикте. Және де аяктарын коюу жумуштарын жасап жатырмыз. Аяктар туратын орунга мындай калыңдыгы 4 мм болатын пластинка коюп жатырмыз. Онан кичине мыктылоо эдиси және де болттарды профилді трубач 20-20 мм болатын размерде болттарды соған тәлкілейміз және экісін пластинканың өзіне дәнекерлейміз. Осы арқылы аяқтары алынбалы құрастырмалы жүйе. Кебап шашыгын аяқтарын мындай тәсілмен істедік. Жаңағы болтты профилді турбаға дәнекерледік және гайкасын мына жерге дәнекерледік. Осынша аяғы пайда болды. Енді ұстағыштарын жасаймыз. Сонымен кебап шашыгы дайын иншалла. Мангалымыздың жұмыстары толық бітті. Ұстағыштарын қойдық. Және де алынбалы аяқтары бар. Автокөлікке салып алуға өте қолайлы. Осындай
кебап жәшіктерін өздеріңіз үйден құрастырсаңдар болады. Қиын шаруасы аз.